Сонымен, талапкер, мен сізге Әмір Темірдің Моғолстанға жасаған жорықтары сабағын бастайын. Әмір Темір 1371-1372 жылдары Моғолстанға әскер аттандырды. Әмір Темірдің әскері Моғолстанның жері Ыстықкөлдің маңындағы Сегізағаш деген жерге дейін жетті. Яғни, Әмір Темір қай жылдан бастап Моғолстанға жорық бастады дейтін болса, 1371 жылдан деп жауап беріңіз. Ал енді Әмір Темірдің әскері Моғолстанның жері Ыстықкөлдің маңындағы Сегізағашқа дейін барлаушылық жорық жасап, қыруар тұтқындар олжа түсіріп, қайта еліне оралған болатын. Бұл бірақ болашақтағы Әмір Темірдің Моғол жеріне, яғни Моғол жерінің ішкі аудандарына келешекте жасалатын жорықтардың бағдарламасы еді. Сонымен, құрметті оқушы, көңіліңізді бөліңіз. Әмір Темір 1371-1390 жылдар аралығында Моғолстанға 10 шақты рет сәтті жорық жасады. Ал 1371-1377 жылдары Сайрам, Талас өзендер арқылы өтіп, Жетісуға жетіп, Іле өзеніне дейін біраз жерлерді Әмір Темір өзіне тәуелді етті.